Назар аударыңыз. Бұл отбасылық шиеленістер арнасының авторлық әңгімесі. Оқиға көркем шығарма ретінде жазылған. Кейіпкерлер мен оқиғалар ойдан құрастырылған. Бейнені немесе мәтінді авторның рұқсатынсыз толықтай көшіруге, қайта жүктеуге және өз атыңыздан жарияламауыңызды сұраймын. Авторлық еңбекті құрметтегеніңіз үшін рахмет. Менің атым Тұрсынгүл. Биыл 53 жасқа толдым. Өмір бойы бір ғана адамды сүйіп, соның жары болып келем деп ойлайтынмын. 31 жыл бұрын ақ көйлек киіп, Болаттың босағасын аттағанда, алдынан осындай күн шығатын біреу айтса, сенбес едім. Біз ауылда тұрамыз. Болат екеуміз 2 ұл, 1 қыз тәрбиелеп өсірдік. Үлкен ұлымыз үйленген, келініміз бар. Қызымыз қалада мұғалім болып жұмыс істейді. Кіші ұлымыз ғана бізбен бірге тұрады. Үйіміз шағын болса да, берекелі. Болаттың бір ерекшелігі болатын. Ол достықты бәрінен жоғары қоятын. Әсіресе бала күнгі досы Серікті туған бауырындай көретін. Серік біздің үйдің төрінен орын алған адам еді. Мереке болса да, қаралы күн болса да, алдымен келетін сол. Мен де оны өз ағамдай сыйлайтынмын. Бірақ адамның ішінде не жатқанын сыртынан ешкім білмейді екен. Шілденің аптап ыстық еді. Таңғы шайды енді жинап жатқанымда Болат: Тұрсын, мен аудан орталығына 2-3 күнге барып келем. Анау техникаға керек бөлшектерді өзім алып қайтайын. Телефон ұстамай қалсам, уайымдама, деді. Жарайды, аман барып кел, деп шығарып салдым. Ол көлігіне отырып кеткен соң, үйдің тірлігімен айналыса бастадым. Ауылда кір жайдым, тауықтарға жем шаштым. Бақшадағы қияр мен қызанақты суардым. Түс ауа есік қағылды. Кім екен? Деп шықсам, Серік тұр. Сәлеметсіз бе, кетешле? Қалайсыз? Келіңіз. Болат жоқ па? Ауданға кетіп еді. Білем, сізбен сөйлесейін деп әдейі келдім. Оның соңғы сөзі көңіліме бір түрлі тиді. Менімен? Иә. Дегенмен ештеңе байқатпай шай қойдым. Серік бұрынғыдай емес екен. Әдетте әзілдеп түретін адам бүгін тым үнсіз. Кесе қолына тигенімен шайдан бір ұрттақ қана қойды. Бір жағдай болды ма? Дедім. Болды. Болат аман ба? Болатқа ештеңе болған жоқ. Онда неге көңіліңіз түсіп отыр? Ол маған ұзақ қарады. Сол қарастың өзі мазамды алды. Жеңеше, мен осы сөзді 30 жылдан бері айта алмай жүрмін. Қандай сөз? Айтсам, сіз мені жек көресіз. Айтатын нәрсеңіз болса, айтыңыз. Ол терең дем алды. Мен сізді алғаш көрген күннен бастап жақсы көрдім. Қолымдағы қасық тәрелкеге тарс етіп түсіп кетті. Не айтып отырсыз? Шындықты айтып отырмын. Серік, есіңіз дұрыс па? Дұрыс, өте дұрыс. Сіз менің күйеуіммен доссыз. Білемін. Онда мына сөзіңіз ұят емес пе? Ұят екенін білемін, бірақ үндемей өмір сүріп шаршадым. Мен орнымнан атып тұрдым. Жетер. Бұл әңгімені қазір тоқтатыңыз. Серік те орнынан баяу көтерілді. Тоқтатуға болмайды. Өйткені өмір қысқа. Үйден шығыңыз. Әлі негізгі сөзінді айтқан жоқпын. Айтатын ештеңеңіз жоқ. Бар. Ол маған бір қадам жақындады. Тұрсынгүл, біз өмір бойы өзгенің бақыты үшін өмір сүрдік. Енді кеш болса да өз бақытымызды ойлайық. Мен кейін шегіндім. Не деп тұрсыз өзі? Ол еш қысылмастан: біз 2 жарты бір бүтін болайық, деді. Сол сәтте бойым мұздап кеткендей болды. Құлағыма сенбедім. 30 жылдан бері төрімізде отырып шай ішкен, балаларымыздың басынан сипаған адам дәл осындай сөз айтады деп кім ойлаған? Шығыңыз, деп айқайладым. Тыңдаңыз. Шығыңыз дедім. Мен сізді алып қашайын деп тұрған жоқпын, тек... Үндемеңіз. Мен есікті айқара ашып көрсеттім. Бұдан бұлай бұл үйге аяқ баспаңыз. Серік үнсіз сыртқа шықты. Есіктің алдына жеткенде ғана бұрылып қарады. Сіз қазір ашумен сөйлеп тұрсыз, бірақ мен қайта келем. Келмеңіз. Келем. Неге? Ол ауыр күрсінді. Өйткені сіз Болатты мүлде танымайсыз. Айтқыңыз келіп тұр. Оның сізден жасырып жүрген бір құпиясы бар. Жүрегін зу ете қалды. Қандай құпия? Қазір айтпаймын. Серік, айтсам, отбасыңыз бір күнде күйрейді. Өтірік. Ертең тағы келем. Сонда бәрін дәлелімен көрсетем. Осыны айтып, ол қақпадан асып шығып кетті. Мен есік алдында қатып қала бердім. Басым сан сұраққа толды. Қандай құпия?
Бұл адамның сөзіне сенуге бола ма? Әлде ол мені әдейі шатастырып жүр ме? Сол күні кешке дейін қолыма еш жұмыс шықпады. Күн батып, ауыл іші тыншығанда да көзім жолда болды. Болатқа қайта-қайта телефон соқтым. Бірақ телефоны өшіруледі. Ал ертең Серік тағы келетінін ойласам, жүрегімнің дүрсілі үдей түсетін. Түн көз ілмей өтті. Серіктің айтқан сөздері құлағымнан кетпеді. Болатты мүлде танымайсың. Оның сенен жасырып жүрген құпиясы бар. Қанша ойласам да, күйеуімнің менен жасыратын ештеңесі жоқ сияқты еді. 31 жыл бірге тұрдық. Қуанышымыз да, қайғымыз да ортақ болды. Үйдің ақшасын да бірге санадық. Балалардың тәрбиесін де бірге көтердік. Жоқ, Серік өтірік айтып жүр. Ол мені шатастырғысы келеді. Өзімді осылай жұбаттым. Таңертең ерте тұрып, үйдің тірлігіне кірістім. Бірақ қолымнан бәрі түсіп, көңілім алаң болды. Болатқа тағы хабарластым. Абонент уақытша байланыс аймағынан тыс жерде. Осы дауыс жүйкемді тоздырып жіберді. Түс ауа қақпа тағы сықырлады. Терезеден қарасам, Серік. Кеше кеткен адам ештеңе болмағандай аулаға кіріп келе жатыр. Ішімнен кет деп айқайлағым келді. Есікті аштым. Неге келдіңіз? Уәде бердім ғой. Маған сізбен сөйлесетін ештеңе жоқ. Бар. Жоқ. Онда мына затты алып қалайын. Ол қолындағы қоңыр папканы көрсетті. Бұл не? Сенің өміріңді өзгертетін қағаздар. Маған керек емес. Әуелі көр. Мен үндемедім. 5 минут. Тек 5 минут. Білмеймін неге. Бірақ оның қолындағы папка көзімнен кетпеді. Үйге кіргізбедім. Екеуміз ауладағы орындыққа отырдық. Серік папканы жайлап ашты. Ішінен сарғайған бірнеше сурет шықты. Мынаны таныдың ба? Суретке қарадым. Жас Болат. Қасында белгісіз жас әйел. Екеуі күліп тұр. Жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Бұл... Иә, Болат. Қасындағы кім? Әсел. Қай Әсел? Сен танымайтын Әсел. Әріптес шығар. Жоқ. Туыс па? Жоқ. Онда кім? Серік үнсіз маған қарады. Ол кезінде Болаттың сүйген қызы болған. Мен еріксіз күліп жібердім. Осы ма құпияң? Жоқ. Бұл бастамасы ғана. Болат жас кезінде біреуді жақсы көрсе, онда тұрған не бар? Мен де біреуді ұнатқан шығармын. Мәселе онда емес. Ол тағы бір суретті шығарды. Бұл сурет әлдеқайда кейін түсірілген. Болаттың жасы 40-тар шамасында. Қасында тағы сол әйел. Екеуі автобекеттің алдында тұр. Бұл мүмкін емес. Неге мүмкін емес? Өйткені бұл кезде біз үйленгенбіз. Дәл сол үшін көрсетіп отырмын. Жоқ, бұл фотомонтаж. Жоқ. Сен қолдан жасап алғансың. Мен ондайды білмеймін. Мен суретті қайта-қайта қарай бердім. Ішімде бір дауыс. Сенбе, деп тұрды. Басқа дауыс. Ал егер рас болса ше деп мазамды алды. Осымен бітті ме? Жоқ. Серік папкадан бүктелген қағаз шығарды. Мынау кімнің қолтаңбасы екенін жақсы танисың. Қағазды аштым. Жазуды көрген бойда қатып қалдым. Бұл расымен Болаттың жазуы. Мен оның әр әрпін танитымын. Хаттың басында Әсел, кешір. Тағдыр бізді екі айырды, деген жол тұр. Одан әрі оқуға батылым жетпеді. Жетеді, деп хатты қайтарып бердім. Сен өтірік айтып тұрсың. Мен емес, қағаз сөйлеп тұр. Жоқ. Тұрсынгүл, мен сені жылатқым келмейді. Онда неге келдің? Себебі сен алданған әйелсің. Үндеме. Болат саған бәрін айтпаған. Жетер. Мен орнымнан тұрып кеттім. Бұдан былай келме. Мен кетемін. Мәңгілікке кет. Серік папкасын жинап, баяу орнынан тұрды. Қақпаға жеткенде ғана тоқтады. Бір нәрсені ұмытпа. Не? Мен саған тек өткенді көрсеттім. Ең ауыры өткен емес. Сонда не? Ол ауыр күрсінді. Әсел әлі тірі. Жүрегім тағы шымете қалды. Оның үстіне тағы не бар? Болат онымен кейінгі жылдарда кездескен. Өтірік! Егер өтірік болса, бүгін кешке Болаттың өзінен сұра. Осы сөзді айтып, Серік кетіп қалды. 5 батып сағат 9-дар шамасында аулаға көлік кірді. Болат келді. Әдеттегідей күлімдеп кіріп. Тұрсын, қараш, керекті бөлшекті тауып келдім, деді. Мен үнсіз қарап тұрдым.
Не болды? Саған бір сұрақ қоям. Қой. Әсел деген кім? Болаттың қолындағы пакет жерге сусып түсті. Жүзі әп сәтте қуарып кетті. Ол бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын жай ғана. Болатты саған кім айтты? Деді. Болаттың дауысы дірілдеп шықты. Мен оның жүзіне қарап тұрдым. 31 жыл бірге тұрған адамды бір қарағаннан ақ танисым екен. Ол қорқып тұрды. Демек, Әсел деген әйел расында болған. Жауап бер, дедім салқын үнмен. Алдымен сен айт. Бүгін Серік келді. Болаттың қабағы түйіліп кетті. Серік? Иә. Не айтты? Сен туралы айтты. Не айтты? Әсел туралы айтты. Болат үнсіз орындыққа отыра кетті. Екі қолмен басын ұстап қалды. Мен өмірімде оны мұндай күйде көрмеген едім. Болат! Ол үндемеді. Мен сенен сұрап тұрмын. Тұрсын. Әсел кім? Ол көзін жұмып алды. Жастық шағындағы қыз. Сонда Серік өтік айтпаған екен ғой. Ол бәрін өз пайдасына бұрып айтып жүр. Ал сен ше? Мен... Ол ауыр күрсінді. Мен саған бұл туралы ешқашан айтпадым. Неге? Қажеті болмады. Қажеті болмады ма? Даусым еріксіз көтеріліп кетті. Біз 31 жыл ерлі зайыптымыз. Білемін. Ал сен өміріндегі ең маңызды нәрсені жасырып келдің. Өткен өмірімді қозғамағым келді. Өткен дейсің бе? Мен үстел үстіндегі суреттерді алдына лақтардым. Мынау қай жыл? Болат суретке қарады. Жүзі бірден өзгеріп кетті. Мұны қайдан алдың? Жауап бер. Бұл қай жыл? 12 жыл бұрын. 12 жыл бұрын сен менің күйеуім едің. Иә. Онда мына әйелмен не істеп жүрдім? Болат үнсіз қалды. Сол үнсіздігі мені одан сайын ашуландырды. Сөйлес. Ол кезде Әселдің жағдайы қиын еді. Не болды оған? Күйеуі қайтыс болды. Сонда маған хабарласты. Сен бардың? Иә. Маған неге айтпадың? Сен қызғанат деп ойладың. Мен қызғанбаймын. Сондықтан үндемедім. Үндемей, мөтен әйелмен кездесіп жүрдің бе? Бір-ақ рет кездестім. Рас па? Рас. Ант етесің бе? Ант етемін. Мен оның көзіне тіке қарадым. Бір түрлі. Сенгім келді. Бірақ ішімдегі күмән жібермеді. Сол кезде есік тарсылап кетті. Кіші ұлымыз Нұрбек жұмыстан келді. Апа, шай бар ма? Үйдің ішіндегі ауыр атмосфераны бірден сезді. Не болды? Ештеңе емес дедім. Әке, түрім неге қуарып кеткен? Шаршадым. Нұрбек үндемей өз бөлмесіне кіріп кетті. Ол кеткен соң мен қайтадан Болатқа бұрылдым. Әңгімеміз біткен жоқ. Білемін. Серік тағы неге келді? Білмеймін. Ол сені өтірікші деді. Болаттың көзі бірден өзгерді. Солай деді ме? Иә. Онда ол өз туралы не айтты? Нені? Айтпады ма? Жоқ. Әрине. Не айтқың келіп тұр? Болат орнынан тұрды. Терезеге қарап біраз үнсіз қалды. Сосын жай ғана. Серік өмір бойы сені сүйген. Жүрегім зу ете қалды. Не? Сен дұрыс естідің. Бұл мүмкін емес. Мүмкін. Ол бүгін ғана айтты. Жоқ. Болат басын шайқады. Ол бүгін айтқан жоқ. Сонда ол мұны маған сен екеуміз үйленетін күн айтқан. Не? Тойдан бір күн бұрын. Мен демімді ішіме тартып қалдым. Не деді? Тұрсынгүлді сүйемін. Бірақ сен оны бақытты етсең, жолдарыңа кедергі болмаймын деді. Сонда сен білгенсің? Иә. 31 жыл бойы? Иә. Маған неге айтпадың? Достығымды жоғалтқым келмеді. Ал мен ше? Сені де жоғалтқым келмеді. Мен үнсіз қалдым. Кенет телефоным шырлады. Бейтаныс нөмір. Алло? Тұтқаның ар жағынан әйел дауысы шықты. Сәлеметсіз бе? Сіз Тұрсынгүлсіз бе? Иә. Мен сізбен өте маңызды мәселе туралы сөйлесуім керек. Сіз кімсіз? Аз ғана үнсіздік орнады. Сосын әлгі әйел. Мен Әселмін. Қолындағы телефон дірілдеп кетті. Болат орнынан атып тұрды. Кім екен? Мен оған үнсіз қарап тұрып, Әсел, дедім. Болаттың жүзіне қан жүгірмей, ол қабырғаға сүйене кетті. Ал телефонның ар жағындағы әйелдің келесі сөзі менің бүкіл өмірімді тағы да төңкеріп жіберді.
Серік сізге бәрін өтірік айтып жүр. Егер шындықты білгіңіз келсе, ертең менімен кездесіміз. Түні бойы көзім ілінбеді. Телефонның ар жағындағы әйелдің үні қайта-қайта құлағыма келе берді. Мен Әселмін. Серік сізге бәрін өтірік айтып жүр. Бір жағынан Серік көрсеткен суреттер мен хаттар көз алдынан кетпейді. Екінші жағынан Болаттың қорыққан жүзі. Екеуінің қайсысы өтірік айтып жүргенін түсіне алмадым. Таң атқанша дөңбекшіп шықтым. Таңғы ас үстінде Болат үндемей отырды. Мен де сөйлемедім. Кіші ұлымыз Нұрбек қана. Апа, бір жерің ауырып отыр ма? Соңғы 2 күннен бері өзгеріп кеттіңіз ғой деді. Шаршадым балам. Әке, сіз де үндемейсіз. Жұмыс көп. Нұрбек бізге күмәндана қарап отырды. Екеуің ұрысып қалдыңдар ма? Жоқ. Онда неге бір-біріне қарамайсыңдар? Мен жауап бермедім. Түстен кейін белгісіз нөмір қайта хабарласты. Сәлеметсіз бе, Тұрсынгүл? Иә. Мен Әселмін. Кеше сөйлескенбіз. Иә. Кездесуге келе аласыз ба? Қайда? Ауылдың сыртындағы ескі шайханаға. Неге дәл сол жерге? Себебі бұл әңгімені ешкім естімеу керек. Мен біраз ойландым. Жарайды. Шайханаға барғанда терезе жанында отырған 50 жас шамасындағы әйелді көрдім. Қарапайым киінген. Жүзінен өмірдің талай қиындығын өткергені байқалады. Мені көргенде орнынан тұрды. Тұрсынгүл? Иә. Мен Әселмін. Екеуміз үнсіз қол алыстық. Бірнеше секунд ешқайсымыз сөйлемедік. Сосын ол: ең алдымен кешірім сұраймын. Не үшін? Себебі менің атым сіздің отбасыңызға тыныштық бермеді. Маған бір ғана нәрсе керек. Қандай? Шындық. Әсел басын изеді. Онда тыңдаңыз. Даяшы шай әкеліп кеткен соң, ол сөзін бастады. Мен Болатта студент кезінен білетінмін. Мұны естідің. Біз расында бір-бірімізді жақсы көрдік. Жүрегім шым етті. Бірақ не? Болат мені тастап кеткен жоқ. Сонда әкем қарсы болды. Неге? Болаттың жағдайы жоқ еді. Әкем мені басқа адамға ұзатты. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Үйленгеннен кейін біз мүлде араласқан жоқпыз. Ал суреттер ше? Бір сурет ауылдың кездесуінде түскен. Екіншісі күйеуім қайтыс болғанда көңіл айтуға келген. Басқа кездеспедіңдер ме? Жоқ. Ант етесіз бе? Балаларының атымен ант етемін. Оның көзінен жас шығып кетті. Мен ешқашан сіздің отбасыңызды бұзғым келген жоқ. Ішім біршама жайланғандай болды. Бірақ онда Серік неге бұлай істеп жүр? Әсел ауыр күрсінді. Себебі ол Болатты кешіре алмай келеді. Не үшін? Сіз үшін. Тағы да сол әңгімені айтып отырсыз ба? Иә. Мен ештеңе түсінбеймін. Серік сізді студент кезінен ұнатқан. Болатты айтты. Бірақ сіз оны ешқашан байқамадыңыз. Иә. Содан бері ол іштей күйіп жүрді. 30 жылдан кейін неге шықты бәрі? Әсен жауап беруге асықпады. Сөмкесінен бір қағаз шығарды. Мынаны қараңыз. Бұл медициналық анықтама екен. Жоғарғы бұрышында Серіктің аты жөні жазылып тұр. Бұл не? 1 ай бұрын ауруханадан шықты. Ауырды ма? Иә. Не болыпты? Дәрігерлер оның жүрегіне күрделі ота қажет екенін айтқан. Мен таңырқап қалдым. Оның маған қандай қатысы бар? Серік уақыттың аз қалған сезінді. Сондықтан өмір бойы ішіне сақтап келген сезімін айтуға бел буды. Мен үнсіз қалдым. Бірақ Әсел сөзін жалғастырды. Оның сізге сезімі болғаны рас. Ал сіздің отбасыңызды бұзуға әрекет жасағаны үлкен қателік. Болат бәрін біле ме? Жоқ. Сіз бұған дейін неге үндемедіңіз? Себебі мен де тыныш өмір сүргім келді. Мен үйге қайтып келе жатқанда, ауылдың орталығына жақындай бергенімде, адамдардың көп жиналған көрдім. Біздің үйдің алды. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Жүгіріп бардым. Көршілер сыбырласып тұр. Не болды? Ешкім жауап бермеді. Сол кезде адамдар екі жаққа ығысты. Ортада Болат пен Серік тұр екен. Екеуі бір-біріне айқайлап жатыр. Жетер енді, деді Болат. Жоқ, бүгін бәрі шындықты біледі, деп айқайлады Серік.
Мен халықтың арасын жарып шықтым. Не болып жатыр? Серік маған бұрылып қарады. Жүзі бұрынғыдан да ашулы. Тұрсынгүл, жақсы келдің. Серік, тоқтаңыз. Жоқ, ол қалтасынан қалың конверт шығарды. Егер бүгін мына конвертті ашсам, ол Болатқа қарап саусағын шошайтты. Сенің 30 жылдан бері жасырып келген ең үлкен сырыңды бүкіл ауыл біледі. Болат үнсіз тұрды. Ал менің аяғымның асты босап кеткендей болды. Конверттің ішінде не бар екен ешкім әлі білмейтін еді. Аш оны, деді Болат. Ауыл адамдары демдерін ішіне тартып үнсіз қалды. Серік қолындағы қоңыр конвертті жоғары көтеріп тұр. Соңғы рет сұраймын, деді ол. Өзің айтасың ба? Әлде мен айтайын ба? Болат оған тік қарап. Айтатын болсаң айт. Мен енді қорықпаймын, деді. Мен екеуінің ортасына келдім. Не болып жатыр? Екеуің не жасырып жүрсіңдер? Екеуі де үндемеді. Біреуің сөйлесеңдерші. Серік баяу ғана конвертті ашты. Ішінен бірнеше қағаз бен ескі сурет шықты. Мынау не? Дедім. Оқыңыз. Қағазды қолыма алдым. Бұл аудандық аурухананың анықтамасы екен. Көзім жүгіртіп шықтым. Ештеңе түсінбедім. Мұнда не жазылған? Серік қағазды қайта алып. Осыдан 27 жыл бұрын Болат ауыр жол апатына түсті. Иә, оны білемін. Бірақ оның салдарын білмейсің. Болат көзін төмен түсірді. Не салдарын? Дәрігерлер оған енді балалы болу өте қиын деген қорытынды шығарған. Мен аң-таң болып Болатқа қарадым. Бұл рас па? Ол жай ғана басын изеді. Иә. Бірақ біздің 3 баламыз бар ғой. Солай. Онда мына қағазды не қатысы бар? Серіктің жүзі күрт өзгерді. Болат бұл анықтаманы сенен жасырып қойды. Неге? Себебі өзі де дәрігерлердің қателескеніне сенді. Болат сөзге араласты. Дәл солай болды. Апаттан кейін көп ұзамай сен жүкті болдың. Иә. Дәрігерлердің айтқаны жалған шығар деп ойладым. Сонда мәселе неде? Серіктің даусы қатайып кетті. Мәселе мынада. Ол тағы бір қағазды шығарды. Болат кейін қайта тексерілген. Қашан? 15 жыл бұрын. Менің жүрегім тағы дүрсілдей бастады. Не болыпты? Дәрігерлер бірінші қорытындының қате екенін дәлелдеген. Сонда бәрі жақсы болған ғой? Иә. Ендеше неге мұны құпия дейсің? Серік үндемей қалды. Бір сәттен кейін Болат керең дем алды. Себебі бұл құжатты ешкімге көрсетудің қажеті жоқ еді. Серік, сен осы үшін бүкіл ауылды жинадың ба? Ауыл адамдары бір-біріне қарап күбірлесе бастады. Мен басқа нәрсе күткенмін. Осы ма сонша құпия? Бос әңгіме екен. Серіктің жүзі қызарып кетті. Ол да жұрттың реакциясын күтпеген сияқты. Жоқ, бұл бәрі емес. Онда тағы не бар, дедім. Бар. Айт. Айта алмай тұрсың ба? Ол үндемеді. Болат оған жақындап келді. Серік, жетеді. Жоқ. 30 жылдан бері ішіңге сақтаған өкпеңді мен түсінемін. Сен түсінбейсің. Түсінемін. Егер түсінсең, Тұрсынгүлге бәрін баяғыда айтар едің. Ол өткен өмір еді. Ал мен үшін өткен жоқ. Мен екеуіне кезек-кезек қарап тұрдым. Мені біреу түсіндіре ме? Сол кезде Серіктің көзіне жас келді. Алғаш рет оны сондай әлсіз күйде көрдім. Тұрсынгүл, иә, мен сені расында сүйдім. Әлі де сүйемін. Серік, бірақ бүгін түсіндім. Нені? Мен саған емес, өз өкпеме байланып қалыппын. Ол қолындағы қағаздарды қайтадан конвертке салды. Болатты жазалағын келді. Неге? Себебі кезінде сені таңдаған үшін оны кешіре алмадым. Болат үндемей келіп Серіктің иығына қолын қойды. Досым. Маған досым деме. Сен әлі де менің досымсың. Жоқ. Иә. Мен сендердің отбасыларыңды бұзуға тырыстым. Бірақ үлгермедім. Серік басын төмен салды. Ауыл адамдары да үнсіз қалыпты. Бәрі күтпеген жағдай болды. Мен терең дем алдым. Серік. Ол маған қарады.
Мен сізді ешқашан жек көрген емеспін. Білемін, бірақ сүйген де емеспін. Ол ауыр жымиып қойды. Соны біле тұра өмір сүрдім. Енді осы әңгімені осымен аяқтайық. Серік ештеңе деместен бұрылып жүріп кетті. Жұрт та біртіндеп қарай бастады. Мен Болатқа қарадым. Бізге сөйлесу керек. Білемін. Екеуміз үйге кірдік. Бірақ дәл сол сәтте аулаға қара түсті жеңіл көлік тоқтады. Көліктен костюм киген екі ер адам түсті. Сіз Болат Әбдірахмановсыз ба? Иә. Бізде сізге қатысты маңызды хабар бар. Болаттың қабағы түйілді. Қандай хабар? Ер адамның бірі қолында құжатты ашып, бұл әңгіме осыдан 32 жыл бұрын болған оқиғаға байланысты, деді. Мен Болатқа қарадым. Ол қайтадан өні қашып кеткен күйі үнсіз қатып тұрды. Үйдің ауласында тыныштық орнады. Қара көліктен түскен екі ер адам Болатқа қадала қарап тұр. Сіз Болат Әбдірахмановсыз ба? Иә, өзіммін. Біз сізбен оңаша сөйлессек деп едік. Мен бірден сөзге араластым. Жоқ, не айтсаңыздар да, менің көзімше айтыңыздар. Ер адамдар бір-біріне қарады. Жасы үлкені күрсініп, жарайды, бұл құпия емес, бірақ айту бізге де оңай емес, деді. Не болды? Біз қаладағы нотариус кеңсесінен келдік. Нотариус? Иә, Болаттың жүзі өзгеріп сала берді. Демек, ол қайтыс болған екен. Ер адам басын изеді. Бір апта бұрын. Кім? Дедім шыдамай. Әсел. Аяғын дірілдеп кетті. Қалай? Аурудан. Болат көзін жұмып, үнсіз қалды. Ол өмірден өтер алдында өсиет қалдырған. Қандай өсиет? Болат мырзаға жеке хатпен бір қорапты тапсыруымызды өтінді. Мен Болатқа қарап қалдым. Сен мұны білдің бе? Жоқ. Соңғы рет қашан сөйлестің? Жылдар бұрын. Нотариус қолындағы кішкентай ағаш қорапты Болатқа ұсынды. Бұл сізге. Болат қорапты қолына алды. Қолы дірілдеп тұр. Осында ашыңыз, деді нотариус. Болат қақпағын жайлап көтерді. Ішінде ескі қара ақ сурет, студенттік билет және бір хат. Болат хатты қолына алды. Конверттің сыртына тек Болат оқысын деп жазылыпты. Дауыстап оқы, дедім. Тұрсын. Менен әлде құпияң бар ма? Ол үндемей хатты аша бастады. Даусы дірілдеп оқыды. Болат, егер сен бұл хатты оқып отырсаң, мен бұл өмірде жоқпын. Ең алдымен Тұрсынгүлден кешірім сұраймын. Себебі менің атым оның отбасына тыныштық бермеді. Мен көзімді төмен түсірдім. Болат әрі қарай оқыды. Мен сені өмірімде бір-ақ рет шын сүйдім. Бірақ сен өз бақытыңды таңдадың. Сол үшін ешқашан өкпелеген жоқпын. Ол бір сәт үнсіз қалды. Даусы қарлақ кеткен. Бір ғана өтінішім бар. Егер Серік әлі тірі болса, оны кешір. Ол жаман адам емес. Ол тек өз сезімнің тұтқыны болды. Мен еріксіз Серік туралы ойлап кеттім. Тұрсынгүлге айтарым, күйеуіміз сізге ешқашан опасыздық жасаған жоқ. Мен бұған куәмін. Менің көзімнен жас ыршып кетті. Болат хатты аяқтады. Бақытты болыңдар. Мен сендердің отбасыларың бұзылған ешқашан қаламадым. Үйдің іші де, аулада үнсіз қалды. Нотариустар бастарын иіп, біздің міндетіміз осы еді, қош болыңыздар, деп кетіп қалды. Кешке дейін екеуміз сөйлесе алмадық. Бір-бірімізге қараймыз. Бірақ сөз табылмайды. Күн батар кезде Болат ауладағы орындыққа келіп отырды. Тұрсын. Иә. Менің саған айтарым бар. Тыңдап отырмын. Мен өмір бойы бір қателік жасадым. Қандай? Өткенімді жасырып жүрдім. Иә. Саған сенбедім емес. Онда неге? Сені жоғалтып аламын деп қорықтым. Мен үнсіз тыңдадым. Ал үндемеген сайын өтірік көбейе берді. Мен ауыртқан сол. Білемін. Егер сол кезде бәрін айтқанында, мүмкін бүгінгі күн болмайтын еді. Болат басын төмен түсірді. Кешіресің бе? Мен бірден жауап бере алмадым. 31 жылдық өмір. Бірнеше күндік күдік. Сенімнің шайқалуы. Мұның бәрін бір ауыз сөзбен шешу қиын еді. Уақыт керек болады. Күтемін. Сол түні сағат 11-лер шамасында есік қағылды. Ашсам, Серік тұр. Бірақ бұл жолы мүлде басқа күйде. Жүзі қуарып кеткен. Әзер тұр. Тұрсынгүл? Не болды сізге? Мен
Ол сөзін аяқтай алмай, тізерлей құлап түсті. Серік. Болат жүгіріп келді. Жедел жәрдем шақыр. Мен телефонға жармасқанымда Серік Болаттың қолынан ұстап алды. Болат, сөйлеме, тыңда. Ауруханаға барамыз. Уақытым аз сияқты. Ондай сөз айтпа. Серік әлсіз ғана жымиып, досым, мені кешір, деді. Осы сәтте алыстан жедел жәрдемнің сиренасы естілгенмен, Серіктің көзі баяу жұмылып бара жатты. Серік! Болат оның иығынан ұстап, қайта-қайта дауыстады. Мен телефонды қолынан түсірмей, жедел жәрдем көлігінің қайда қалғанын сұрап тұрдым. Бірнеше минуттан кейін көлік келіп тоқтады. Дәрігерлер Серікті зембілге жатқызып, алғашқы тексеріс жүргізді. Тамыры соғып тұр. Уақыт жоғалтпай, аудандық ауруханаға жеткізу керек, деді дәрігер. Болат бірден, мен де барам, деді. Мен үнсіз басымды изедім. Аурухана дәлізіндегі әр минут 1 сағаттай көрінді. Болат қабырғаға сүйеніп, үнсіз отыр. Мен де ештеңе сөйлей алмадым. Бір кезде операция бөлмесінің есігі ашылып, дәрігер шықты. Науқастың жағдайы тұрақталды. Екеуміз бірдей орнымыздан тұрдық. Бірақ жүрегіне жақын күндері күрделі ота жасау керек. Бұдан кейін өмір салтын түбегейлі өзгертуі қажет. Болат терең дем алып, көзіне жас алды. Рахмет, дәрігер. 2 күннен кейін Серік есін жиды. Біз екеуміз палатасына кірдік. Ол бізді көргенде көзін төмен салды. Мен сендердің жүздеріңе қарауға лайық емеспін. Болат оның жанына барып отырды. Ондай сөз айтпа. Айтуың керек. Жоқ. Серік күрсінді. Тұрсынгүл, сенен кешірім сұраймын. Мен үндемедім. Сенің отбасыңды бұзуға тырыстым. Иә. Өмір бойы ішімдегі сезімді жібере алмадым. Оны түсіндім. Бірақ жасаған ісімнің ақтауы жоқ. Мен біраз үнсіз отырдым. Сосын жай ғана, Серік аға, мен сізге ренжідім. Ол басын изеді. Бірақ өмір бойы сол ренішпен жүре алмаймын. Оның көзіне жас келді. Кешірдің бе? Иә, кешірдім. Серік бетін алақанмен жауып, үнсіз жылады. Ал Болат орнынан тұрып, досын құшақтап алды. Біз жастықтың емес, қартайған шақтың қадірін білейік. Серік басын изеді. Енді сендердің араларына ешқашан түспеймін. Серік жүрегіне ота жасатып, кейін басқа қаладағы қарындасының қолына көшіп кетті. Кетер күні біздің үйге соңғы рет келді. Қолында кішкентай торба. Мынау сендерге. Ішінен ескі фотоальбом шықты. Мына суреттерді сақтандар. Өзің алмайсың ба? Деді Болат. Жоқ. Неге? Өткен өмір өткен жерде қалсын. Ол маған қарап, Тұрсынгүл, сені кездестіргеніме ешқашан өкінбеймін. Бірақ сенің бақытыңды кеш түсіндім. Мен үнсіз ғана, өзіңіз де бақытты болыңыз, дедім. Серік басын изеп, қақпадан шығып кетті. Біз оны соңғы рет сол күні көрдік. Күз келді. Ауылдағы алма ағаштарының жапырағы сарғайып тұр. Мен шай құйып отырғанымда Болат қасыма келді. Тұрсын? Иә. Осы оқиғадан кейін бір нәрсені түсіндім. Нені? Отбасын бір күнде бұзатын өтірік емес. Сонда не? Айтылмай қалған шындық. Мен үнсіз жымиып қойдым. Ол қолында ақырын ұстап. Енді арамызда құпия болмайды. Мен де соны қалаймын. Сол сәтте аулаға балаларымыз мен немерелеріміз келіп кірді. Үй іші күлкіге толды. Мен дастарханға қарап отырып, жүрегімен ауыр жүк түскендей сезіндім. Өмір маған бір үлкен сабақ берді. Кейде адамды бөтен біреу емес, айтылмай қалған сөздер алыстатады екен. Ал кешірім сұрай білу мен кешіре білу отбасының ең үлкен тірегі. Мен 53 жасында бір нәрсені анық түсіндім. Шынайы махаббат біреуді тартып алу емес. Шынайы махаббат өзгенің бақытын бұзбай, өз арында таза сақтай білу екен. Сол күннен бері біз өткенде емес, алдағы күндерді бірге қарсы алуды үйрендік.